Қайырлы күн қыздар, бүгін біз сіздермен осындай алғаш жасағаннан-ақ шығатын өте дәмді бауырсақтар дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы суға бір үлкен қасық дрожж, қант, ұн қосып 10-15 минут бетін жауып жылы жерге қоямыз. Бетіне осы апарасы көтерілуі керек. Көтеріліп дайын болған соң үлкен ыдысқа құйып, тағы жылы 1 литр су құямыз. Үстіне 2 ас қасық майонез қосамыз, 50 мл сұйық май құямыз. Татымына қарай тұз қосып, қажетінше ұн қосып қамыр илейміз. Дайын болған қамырды бетін жауып 2-3 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырды бір рет қайтарып, қайта көтерілуге 30 минуттай қоямыз. Содан кейін дайын болған қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп, жайып аламыз. Қалыңдығы 2 сантиметрдей болады. Егер сізге бауырсақтың формасы дөңгелек болу керек болса, кез келген дөңгелек формочкамен кесіп алсаңыз болады. Немесе ондай форма болмаса, жай пышақпен кесіп шықсаңыз да болады. Қызып тұрған майда бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Осылай өте дәмді болып піседі және жақсы көтеріледі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.